Қалыпты жағдайда үлкендер рет күнделікті болуы керек. Оның 3-5 күнге бір аптаға дейін шықпауы бұл созылмалы іш қатуды білдіреді. Бұл ауруды емдемесе көптеген асқынуларға алып келеді. Мысалға, геморрой, яғни бұл жердегі қан тамырларының ісінуіне, парапроктит, сызат, яғни трещиналар, және де полиптерге, сонымен қатар тамақ қалдықтары күнделікті шығып отырмағандықтан сол же ағзамыздағы біздің зиянды микроорганизмдерді өсіріп, пайдалы бактериялардың азаюына алып келеді. Егер зиянды микроорганизмдер көбейе беретін болса, онда адамның энергиясы төмендеп, әлсіреп, еш нәрсеге зауқы болмай, тек жата бергісі келеді, және де иммунитет төмендеген кезде адам түрлі ауруларға қарсы тұру қабілеті төмендейді. Енді кез келген аурудың нақты себептері болады, сол сияқты бұл запор, яғни іш қатудың нақты 5 себебі бар. Егер де біз аурудың белгісімен емес, яғни ішқым қатып жатыр деп тек қана іш жүргізетін дәріні емес, оның нақты неден пайда болған себебін анықтап сонымен күресетін болсақ, біз бұл ауруды толықтай емдей аламыз. Ең бірінші себебіне біз жатқызамыз тамақтану бойынша рационның дұрыс еместігі, яғни ол жерде үнемі қой тамақ қолданатын болса, мысалға нан, тәтті, етті, ұнды өнімдер және диета ұстау бойынша. Артық салмақтан арылуға байланысты адамдар әрекет жасаған кезде ода тұрған не бар деп ойлауы мүмкін. Бірақ бұл кезде диетада көмірсуларды тұтынуды шектей бастайды, аз мөлшерде тамақтанады, ашығады кейбір адамдар, яғни қалай арықтау жолын білмейді, яғни дұрыс емес, өз бетінше тамақтана береді. Сол кезде ағзаға бұндай өзгерістер әсер етпей қоймайды, яғни ішекке түсетін тағамның мөлшері азайғандықтан нәжіс түсуге де және де ішекті босатуға қатысатын рефлекстер болады, солар іске дұрыс қосылмайды. Көмірсулар, әсіресе жармалар, жеміс-жидектердің мөлшері азайған соң, олардың құрамында болатын жасуынық, яғни клетчатканда мөлшері азаяды. Бұл жағдайда іш қату туындайды, токсиндер мен қалдықтар ағзадан шығарылмай қалады. Сондықтан біз қантты, ақ ұн, тазартылған күріш, картоптан дайындалған кейбір тағамдардың құрамында болатын зиянды көмірсулардан бас тартуымыз керек. Алайда ағзамыздың қалыпты жұмыс жасауы үшін және де ішектің тазару рефлексін іске қосу мақсатында бізде осы клетчаткасы бар тағамдарды дұрыс қолдануымыз керек. Яғни біз іш жүргізетін дәрілердің құрамы мен жалпы осы жасуынықтарды алатын болсақ, екеуінің де құрамы, яғни әсер ету механизмі бірдей болады. Екіншіден, бұл клетчатка, яғни жасуынық пен судың жеткіліксіз болуы. Су туралы, мұның пайдасы туралы айта берсем өте көп, оның баршаңыз білесіздер, яғни іш қатуға байланысты, яғни ол судың пайдасы, ол ішектің перистальтикасын жақсартады. Сондықтан да адамдар өзінің салмағына байланысты міндетті түрде су қабылдап отыру керек, яғни жеткілікті мөлшерде. Ол дегеніміз 1 килограммға 30 мл су деп алатын болсақ, 50 килограмм адам болса, 50-ді 30-ға көбейткенде 1500 мл, яғни ол 1,5 литр шығады. Сол сияқты міндетті түрде қабылдап отыру керек. Ал енді клетчаткаға тоқталайық. Ол клетчатка деген не, ол ненің құрамында болады деген сұрақ болады. Жалпы біздің рационымызда күнделікті тағамның құрамында көкөністер, жемістердің болуы өте маңызды, яғни оның пайдалы екенін баршамыз білеміз. Яғни біздің ағзамызда жасуынық клетчатка дегеніміз ол болады өсімдіктердің жапырақтарында, олардың көкөністің өнімдерінде, жеміс-жидек, жармалар, мысалға, сухофруктиде жатамыз, солардың баршасында бізде болады. Олар бізде ағзамыздағы зиянды өнімдерді, яғни токсиндерді ағзадан сіңіріп, оны шығарып отырады, яғни зат алмасу мен ас қорыту жұмысына қатысады. Ағзамызда бізде холестерин деген нәрсе болады. Холестериннің 4 түрі болады. Соның ішінде тығыздығы төмен липопротеиндер, яғни нашар холестерин болады. Соның деңгейлерін төмендетеді. Ағзамыздағы ішегімізде, яғни пайдалы бактериялар болады. Соның бәрін қоректендіріп, ішек микрофлорасын жақсарту арқылы адамның иммунитетін нығайтады. Сондықтан адамдар күніне 30-35 грамм клетчатка қолдануы керек. Үшінші себебі бұл қимыл қозғалыстың аздығы, яғни гиподинамия бойынша. Көпшілік адам енді жұмысына байланысты қимыл қозғалыс аз болып жатады, сондықтан да күнделікті негізінде спортпен айналысып, жаттығулар жасап, 10 мың шақ жүруі керек. Төртіншіден, өт жолдарының аурулары кезінде, яғни дискинезиясы болған кезде, оның гипокинетикалық түрінде іш қату, яғни запор болады белгісі ретінде. Сондықтан да өт ауруы болса, оны міндетті түрде емдеу керек. Ағзада гормоналды бұзылыстар пайда болғанда да іш қату болады. Мысалға, қалқанша безінің жұмысы бұзылған кезде, яғни иод тапшылығы кезінде гипотиреоз болады, яғни ол кезде метаболизм төмендеп іш қатуға алып келеді. Сосын жүкті әйелдерде неліктен іш қату жиі кездеседі? Себебі жүкті әйелдің ағзасында гормоналды өзгерістер болады. Сол кезде прогестерон деген гормон
қызметін жоғарылата бастайды. Бұл кіші жамбас органдарының бұлшықеттерінің тонусын төмендетеді. Нәтижесінде ішек босаңсып, оның белсенділігі төмендейді. Және де жүктіліктің соңғы кездерінде баланың салмағы өсе бастайды. Бұл жатырдың көлемі ұлғаю, баланың салмағы өсуінің барлығы ішекке қысым түсіріп, бұл қосымша проблемалардың туындауына алып келеді. Сондықтан да жүктілік кезінде іш қату жиі кездеседі. Дәрі-дәрмектердің жанама әсерінің болуы бұл бізде 5-ші себепке жатқызылады. Мысалға, көбінесе антибиотиктерден болады және де құрамында темірі бар дәрілер, яғни көбісі әйел адамдар анемиясын емдеу мақсатында құрамында темірі бар препараттарды қабылдайды. Бірақ анемияны жоямын дегенімен керісінше іш қатуға да алып келетін әсерлері болады. Және де өз бетінше іш жүргізетін дәрілерді қабылдаған кезде, яғни біреулердің айтуы бойынша өз бетінше қабылдап жатады. Бұл тәуелділікке алып келеді, яғни дозасын дұрыс қабылдамағандықтан аз ғана мөлшерден ішіп әсер етіп жүрсе, ол уже тәуелділікке алып келген соң аз мөлшерінің өзі әсер етпей қалады. Сондықтан да міндетті түрде кез келген дәріні қабылдамас бұрын дәрігермен ақылдасу керек. Ал енді іш қатудан қалай құтыламыз деген сұраққа тоқталайық. Ең алдымен ағзамызда ешқандай аурулар жоқ екендігіне көз жеткізіп алуымыз керек. Яғни жоғарыда айтылған өт аурулары және де гормоналды бұзылыстар болмаса, біз қарапайым ем шараларды қолданамыз. Яғни ол жерде біз тамақтануды реттейміз, күнделікті судың мөлшерін көбейтеміз, салмағымызға байланысты. Міндетті түрде таңертең аш қарынға 1 стакан ауыз күймейтіндей жылы су қабылдаймыз. Одан жарты сағат өткен соң ғана біз таңғы асты ішуіміз керек. Сосын қимыл қозғалысты көбейтеміз, спортпен, жаттығумен айналысамыз. 4-шіден өз бетінше ешқандай дәрі қабылдамаймыз, себебі бұл біздің ағзамызда жанама әсерін тигізеді. Және де ең маңыздысы міндетті түрде күнделікті жасунақты, яғни клетчаткалы өнімдерді пайдалану, салат қылып та тамақтанған кезде қолдану, жеміс-жидектерді, көкөністерді күнделікті қолданған абзал. Егер де осы аталған қарапайым ем шаралар көмектеспей жатса, міндетті түрде дәрігерге барып анализдер жүргізіп диагностикадан өту керек.